Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Біздің бір тыңдарманымыздың бір жақсы бір сұрақты комментарийға тастапты. Соған бүгін осы тақырып жөнінде мен бір қысқаша бір видео жасайын деп ойладым. Сонымен бұл сұрағы Канадада туылған баланың мәртебесі қандай болады? Сонымен бұған қатысты бір үлкен бір жерде бір жауап жоқ екен. Сондықтан мен бір осындай бір PPT жасап қойдым. Бірінші, Канадада туылған бала, әрқандай бала туыла сала Канаданың citizen болады, Канаданың тұрғыны деп есептеледі. Ал бұл жерде оның әке-шешесінің мәртебесіне қарамайды. Мысалы, әке-шешесі оқумен келген жағдайда, қызметпен келген жағдайда, тіпті саяхатпен келген жағдайда болмаса, әке-шешесінің өзінің қолында тұрақты тұрғын, ұзақты тұрғын PR бар жағдайда бәрі де есептеледі. Былай айтқан кезде, осы жерде туылса, бұл баланы Канаданың citizen деп есептейді, Канаданың тұрғыны деп есептейді. Сонда ең маңызды сұрақ, әке-шешесінің бұл жердегі заңды түрдегі мәртебесі өзгере ме? Мысалы, әке-шешесі оқумен келген жағдайда, бала осы жақта туылса, баласы әзір Канаданың citizen деп есептейді. Ондай болса, әке-шешесі де бір жолда осы Канаданың PR-ын алып болмаса, осы жақтың ұзақ тұрғыны бола ма? Бола алмайды. Былай айтқанда, баланың жағдайы мен әке-шешенің жағдайы екеуін екі басқа жол деп есептейді. Бұл жерде туылса, әрине оны Канаданың тұрғын деп есептейді, бірағында әке-шешесі қалайдан келді? Қызметпен келсе, қызметтегі виза, оқумен келген болса, оқу визасын алады. Ал PR алу болмаса, осы жақтың ұзақ тұрғыны болу, болмаса Канаданың тұрғыны болу деген нәрсе, ол өзінің, мысалы, адамның қызмет skill, work skill, мысалы, қызмет тарихына қарайды, education, үйрену тарихына қарайды, болмаса оның ability to become economically established in Canada, Канадада экономика жақтан өзіне өзі өз жанын бағалатын жағдайда, былай айтқан кезде, экономика жағдайына, қызмет қабілетіне, үйрену тарихына, ағылшын тілге деген қабілетіне, осыларына қарай отыра PR алады, былай айтқан ұзақ тұрғыны болады, болмаса осы жақтың citizen болады. Баланың жағдайы, әке-шешесінің жағдайын, болмаса әке-шешенің legal status, заңды түрдегі мәртебесін өзгерте алмайды. Көп жағдайда, мысалы, кейбір балалар осы жақта туылған бұрынғы ертерек жағдайда саяхатпен келіп, балалар осы жақта туылған, көп жағдай болған екен Канадада, бірағында бұл балаларменен әке-шешесі бірге қайтып кетеді. Қайтып кеткен жағдайлар көп. Өйткені әке-шешесі бұл жақтан өзінің бір заңды түрде статус ала алмайды. Өйткені ол бала босанып болған соң, әкесі болмаса шешелері қызметке, болмаса оқуға, үйренуге тез арада бүйтіп өзінің заңды түрдегі мәртебесін ала алмаған. Сондықтан олар баланы алып қайтадан өз мемлекетіне қайтып кеткен жағдайлар өте көп. Ал енді бір жағдай, бала old enough, бұл жерде old enough деген бала 18 жасқа толған соң, әке-шешесімен қайтып кетті, ал 18 жасқа толған соң бала қайтадан Канадаға өзі келіп, өйткені ол кезде ол бір үлкен adult, үлкен адам болды, сондықтан ол өзіне өзі decision, өзіне өзі бекім жасай алады. Мен Канадада тұрамын, осы жақта оқимын, болмаса осы жақтың тұрғыны болам деп өзіне өзі бекім жасай алатын кезде бала қайта 18 жастан қайта қайтып келуіне болады. Ол кезде өйткені баланың туылған куәлік Канадада, Канаданың қай жерінде деп туылған куәлік бар, соған қарай отыра, әлде Канаданың тұрғыны деп есептейді. Оқу, үйрену, болмаса осы жаққа тұрғанда Канаданың тұрғыны деп есептеліп, сол жолдарменен, мысалы, оқуға барған кезде шетелдік азамат, шетел оқушылар келіп
оқыған кезде олардың мектепке беретін tuition, мысалы, қаржыларының бәрі бірнеше есе жоғары болады. Ал Канадада туылған өзінің local, осы жерлік оқушылар болған кезде оның tuition мектепке тапсыратын әрқандай tuition пулдарының бәрі, ақшаларының бәрі оқшылмайтын болды. Ол жерлік оқушыларменен тең есептеледі. Бірақ да тағы бір білуге тиісті нәрсе, өз мемлекетінің жағдайға да байланысты. Мысалы, кейбір мемлекеттер екі мемлекеттің тұрғыны дейтін нәрсені танымайды. Ол жағдайда бала Канадада туылған күннің өзінде ол өз мемлекетіне қайтқан кезде мүмкін ол нәрсені танымайды. Бір одан сырт өзінің мемлекетінің бір ғана nationality есептейтін болса, мысалы, бір мемлекетті ғана танитын болса, ол бала кейін Канадаға келген жағдайдың өзінде біреуін ғана талдайтын осындай бір жағдайға болады. Бұл айтқан кезде өз мемлекетіңіздегі policy, қандай осындай немедер бар, оның бәрін қанық білген кезде ғана дұрыс істей алатын болады. Әрине, мен бұл жерде баланы шетелде туылу керек дейтін нәрсені дәріптеп отырған жоқпын. Мен сіздердің сұрақтарыңызға қарай отыра осындай информация керек, кейбір кісілер білгісі келеді деп ойлаймын, сондықтан сіздерге берген информациям. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз Канадада туылған балалар қандай жағдайда болады. Бала өзінің citizenship'ін алуына болады, бірақ үлкен кісілер ол оқу визасымен, болмаса қызмет визасымен, басқа жолменен осы жақтың тұрғыны болуына болады. Екеуі бір-біріне қайшы емес. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сіздерде басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз. Видеоларымызды тарқата жүріңіз, елге керек дейтін кісілерге. Одан сіздер лайк басыңыз, сөз қалдырыңыз, бұл каналды қолдаңыздар. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.